Құрметті көрермен, біз бүгін еліміздегі ең ауқымды мәдени шаралардың бірі Кітаптайым 2025 Республикалық кітап фестиваліндеміз. Бұл шара Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің қолдауымен Ұлттық академиялық кітапхананың ұйымдастыруымен болып жатқан іс-шара. Бұл фестивальдің басты мақсаты кітап оқуды дәріптеу, рухани байлыққа жетелеу. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы 2017 жылы үкімет жарлығымен ашылған болатын. Және біздің ұлттық орталықтың негізгі мақсаты осы Қазақстан Республикасы мен шет елдердегі архив, кітапханалар, музейлер қорларында сақталған осы Қазақстан Республикасының қазақтардың тарихы мен мәдениетіне қатысты кітаптарды анықтау, оларды жинау және ғылыми айналымға енгізу болып табылады.